Қайырлы күн қымбатты қазақ елі. Сіздерден көмек сұраймыз барша блогерлардан, медиа салып жүрген азаматшылардан. Енді білесіздер, естіп жатсыздар, біздің видеомызды бір адамдар қастан жасап таратқанына байланысты бізде қазір үлкен резонанс болып жатыр. Даже өзімізге WhatsApp-қа жазып жатыр, жіберіп жатыр деген сияқты. Енді ол видеоның сатылымын Telegram, Threads, TikTok каналдарда тоқтатуына сіздер көмектессеңіздер, себебі сіздерде аудитория бар ғой. Сондықтан жаңағы тарап жатқан адамдардың барлығы заң жүзінде тексеріліп жатыр. Барлығы да өз жазасын алатын болады уақыты келгенде. Бізге қазір енді өте қиын болып жатыр, себебі ситуация енді шынымен өте үлкен резонанс тудырып жатыр. Өзіміздің жеке видеомызды жан-жаққа таратып жіберу деген енді өздеріңіз түсініп отырсыздар. Біреулер жаңағы ойнап күліп WhatsApp-қа жазып жатыр, біреу бір нәрсе әйеліме жазып жатыр. Ондай нәрсені қойыңыздар, және дайректқа жіберу дегендерді өтініш қойсаңыздар. Себебі бәріміз де қазақтың азаматшасымыз, даладан келген адам емеспіз. Бәріміз де бір елде тұрып отырмыз. Максимально сіздерден үлкен көмек сұраймыз. Барынша көмектесіңіздер, өтінемін. Қазақ елі мен уже сөйлей алмаймын уже деген. Күні түні уже деген әсер етіп жатыр. Не жеп не ішкенімізді білмейміз. Жан-жақтан атака. Мен уже шыдамаймын ары қарай. Мен нервым уже шаршап жатыр. Сіздерден көмек сұраймыз. Осы видеоны таратып максимально репост жасап поддержкасаңыздар. Көп рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар. Бұндай күдік қаяқтан келді деп ойлайтын болсам, бүгін жолдасым екеуміз енді бір телефон қолданып жүрміз. Бір себептерге байланысты звонок келеді. В общем, сообщение жазады бірінші. Алмуш ханым қалай, көңіл-күй түсіп жүрген болар, сыйлық жіберейін дедік деп. Біз ешқандай жаман ойсыз жолдасым айта салды, адреске дейін айтыпты. Сосын ол кісілер, в общем, содан кейін жоқ. Ол кісі адресті бәрі түгел айтып тастаған, квартираға дейін. Мен ойлап отырмын, бізге қатты сақтық керек шығар. Біз сияқты қарапайым адамдарға максимально аккуратней болу керек шығар деп ойлап отырмын. Білмеймін, бұның артына не боларын, бәрі жақсылық болсын деп сіздерді тілеп қойыңыздар. Енді Алладан абырой сұраған адамға мынандай сынақ келеді деп ойламаппын, шыны керек. Бұның да артында үлкен қайыр бар шығар деп сенемін. Себебі мүмкін емес бұндай болуы. Бәрі ештеңе емес. Мен өзімнің бала шағамнан қауіптен сақтану туралы ойлап отырмын. Есіктерді кілттеп кіріп, кілттеп шығып, уже қорқыныш басталды. Себебі қазіргі уақытта іс жүргізіліп жатқасын, кімнің ойында не бар екенін білмейміз. Әртүрлі жаман оқиғалар болып жатыр. Сол себептен максимально осы стористі түсіргім келді. Білмедім, қызымды да сабаққа апарсам бірге апарам, болмаса мектепке жібермеймін деген ой келіп жатыр. Мүмкін емес, заттар болғаннан кейін уже деген ештеңеге сенім қалмады. Бүгін күн ауырып жаттым, скорый шақыртайық деп үйдегілер айтып, мен істеген жоқпын. Сіздер тоқтатыңыздар ана видеоны, удалитіңіздер, қарамаңыздар вообще. Мен өзім жүрегім ауырады оны көрген кезде. Барлықтарыңыз бізді ақымақ көріп жатсыздар ма? Бізге жіберіп, көрдіңіздер ма деп. Біз ештеңені әдейі жасап отырған жоқпыз. Біз тек қана жай ғана бақытты болғымыз келді. Кешегі жағдай бойынша видео жасап жатырмыз, себебі біздің өзіміздің жеке өзарада түсірген видеомыз тарап кетті интернет желілеріне. Халық көбі түсінбей жатыр, барлығы каким-то образом біз таратқандай хайп үшін деген сияқты. Енді ондай видеомен хайп жасайтын бізден даты ондай ақымақ емеспіз. Сосын өзімізге түсірген видео скрытый файлда түсірген видео. Оны менің личный мобилографым бәрі анықталып жатыр, данные кім екенін біліп отырмыз, сол таратып жіберген. Яғни менің телефонның кодын сол кезде ол білді, ұстап жүрді. Қасымыздағы жау. Сондықтан сіздерден түсіспен қарауыңызды сұраймыз. Қайырлы күн қымбатты оқырмандарымыз, қалайсыздар, жақсыздар ма, аман саусыздар ма?
Кешегі жағдай бойынша видео бір жасап жатырмыз, себебі біздің өзіміздің жеке өзарада түсірілген видеомыз тарап кетті интернет желілеріне. Халық көбі түсінбей жатыр, барлығы Хакимов образын біз таратқандай хайп үшін деген сияқты. Енді ондай видеомен хайп жасайтын біз енді даты ондай ақымақ емеспіз. Сосын өзімізге түсірген видео скрытый файлда түсірілген видео. Оны менің личный мобилографым, бәрі анықталып жатыр, данные кім екенін біліп отырмыз, сол таратып жіберген. Яғни менің телефонның кодын сол кезде ол білді, ұстап жүрді. Қасымыздағы жау. Сондықтан сіздерден түсіспен қарауларыңызды сұраймыз. Кешеден бері үшін таңертеңнен бері биыл жоқ. Жолдасымда стресс, әйел адам эмоциясы вообще басқа шығады. Мен де сақ-сау сақтап тұрмын. Эпизодтан толық өзім байланыстыратын, бірақ енді барлығы заң жүзінде шешілу керек деп ойлаймын. Сондықтан да достар, оқырмандар дұрыс жағын түсініңіздер. Кешіріп қойыңыздар, біз әдейі жасап жатқан жоқпыз еш нәрсені. Сосын не болып отыр кеше? Айтшы маған, сен білесің ғой жаңа. Мен жалпы әйелімін, анамын. Сіздердің алдарыңызда өтінгім келеді, барынша қолдаңыздар бізді. Ақтың отын жақ дейді Алла Тағала. Әрқашан біздің ондай жаман оймен, енді күйеуімнің рұқсатымен болды. Енді, конечно, ол қалай скрытый тұрған затты бір адамның қолына довериться етіп, ол адам умышленно барлығын әдейілеп жасап отыр да, былайша айтқанда. Ол жазасыз қалмайды. Барынша мені қолдаңыздар. Маған түрлі сөздер келіп жатыр инстаграмға. Түрлі заттар еркектер жазып кетті уже деген. Бұна көю да. Мен айтадыр, мен байым бар адам, жазбаймыздар деп уже деген. Кәдімгі өзіме деген қол жұмсауға дейін деген ойым сондайға дейін кетіп қалып жатыр. Барынша көмектесіңіздер, тоқтатыңыздар ана видеоны. Удалитіңіздер, қарамаңыздар вообще. Мен өзім жүрегім ауырады оны көрген кезде. Барлықтарыңыз мен бізді ақымақ көріп жатсыздар ма? Бізге жібереді, көрдіңіздер ма деп. Біз ештеңені әдейі жасап отырған жоқпыз. Біз тек қана жай ғана бақытты болғымыз келді. Қателік болған шығар өмірімізде, бірақ бізде бала, Құдай жаратқан баламыз бізде. Біздің де ортақ балаларымыз бар. Көшеден қосылып жатқан жоқпыз. Ақ некеміз бар, Аллаға шүкір. Өйтіп мазақ қылған тоқтатыңыздар. Біздің басымызға түскен зат сіздерге де түсуі мүмкін. Осындайда көмектеспесеңіздер, мен білмедім. Қарап отырып олай прикол жаңа заттарыңызды қойыңыздар, доғарыңыздар. Жазбаңыз маған еркектер. Сосын қымбатты блогерлар жалпы медиа саласы жүргенде айта кетеріміз, қасыңыздағы мобилдастарыңызға өте сақ болыңыздар. Сақ болыңыздар. Телефондарыңызға вообще бермеңіздер. Өзіңіз кодын ашып бермесеңіздер, ешкімге ешқандай кодты айтмаңыздар, себебі әр адамда осындай видеолар болуы мүмкін. Біздің басымыздағы сынақ сіздерге берілмес. Енді иншалла бұдан да шығамыз, енді оңай болып жатқан жоқ, бірақ дегенмен де арты жақсы болады деген ойдамыз. Көп рахмет. Осы видеоны максимально таратыңыздар, жан-жаққа сіздерден қолдау күтеміз. Алла разы болсын. Амандықта кездесейік. Барша блогерларға, әншілерге, актерларға жалпы барлығына обращение. Сіздер мобиловтармен жұмыс жасаған кезде сіздер олардың талап етесіздер. Осындай уақытта видео біту керек, біз оны пост салуымыз керек деген нәрсе. Инстаграм, интернет желісінде біз жүргеннен кейін біздің өзіміздің уақытымыз болады. Кейбірде рекламаламыз, ол рекламамыз дайын болмайды. Сосын ақшасы бермейді, ана жақта бізге звондайды. Біз мобиловтарға звондаймыз. И каким-то образом мобиловтар бізге уақытына дайындап бермейді, из-за этого ақшасы бермейді деген әңгіме деген не нәрсе ол деген. Өздерінің бірінші уақытына дайындап беріңдер, сен сапалы жасап беріңдер, біздің ойымыздағыдай қылып, айтқан келіскендей қылып. Сосын айлыққа келістік па, айлықты сұраңдар ай болғаннан кейін. Жаңағы сразу сол жердегі видеоға келістік па, сол жердегі ақшасы сұраңыздар. Сосын жаңағы барша блогерларға, медиа саласына обращение қыламыз. Сақ болыңыздар, себебі жаңағы мобиловтарда неше түрлі шығады, телефондарыңызды ешкімге бермеңіздер. Ол қарапайым адамға да касается, любой между собой даже таралып кетуі мүмкін. Енді мына видео барлығына сабақ болды деп ойлаймын. Бізден тарап кеткен видеомыз біз қазір енді бір жағынан бізге қиын болып жатыр, кештен бері дұрыс ұйықтай алмай жатыр, тағы басқа неше түрлі атакалар болып жатыр, инстаграмнан, тиктоктан, ватсаптан деген сияқты. Сондықтан да мынаның енді ақ-қарасы по-любому шешіледі, және де кім соны жасады, конкретно кім бірінші берді, сол видео ең бірінші кімде болды, кім менен алып алды, сол адамды біз аямаймыз. Жаңағы аяғымызға келіп жығылып кешірім сұраса да біз аямаймыз. Себебі біздің қаншамен нерв, стресс, кешеден бері жолдас неше рет жылап нетті. Соны айтайын дегенбіз. Сақ болып жүріңіздер, өте сақ болыңыздар. Именно мобиловтар сендер де сақ болыңдар сосын. Себебі біраз нәрсе ашылып жатыр. Ертең тағы да біз сияқты адамдар, естіп біз сияқты күйінгенін біз қаламаймыз. Из-за этого осы блогерларға бәрін айтып түсіндіріп жатырмыз. Өте сақ болыңыздар. Медиа саласы жүрген адамдар
любой время халық алып жүргеннен кейін негатив те позитив те әңгімелер болды, бірақ дегенмен де кештен бері негатив әңгіме біз мына жерден тойдық. Барлығы оннан шешілсін. Көп рахмет қолдауларыңызға да, қолдамаған адамдарға да. Давайте.